Қайырлы күн, достар, оқушылар, балалар. Бүгінгі менің қозғайын деп отқан тақырыбым ең маңызды тақырыптардың бірі, ол дебют деп аталады. Дебют ол ойынның басы, қазақ тілімен аударатын болсақ. Ол дегеніміз, сіз қалай ойынның басында не жүріп жатқаныңызды алдын ала білетін болсаңыз, сіз қарсыласыңызға қарағанда 2-3 бас жоғары ойлайтын боласыз. Жаттанды, анализ. Ол дегеніміз, қарсыласымыздың не жүрген кезде мен қалай жауап беремін, соның алдын аламыз. Бұл жерде мен көрсетейін деп отқаным, танымал көп шахматистердің әлі күнге шейін қолданатын, әлі күнге шейін балалар турнирлерінде кездесетін өте көп, өте 70-80% кездесетін дебюттің түрі, ашық шайқастағы дебюттің түрі, ол итальяндық партия. Енді оны қалай ойнаймыз? Ол итальяндық партия ойынның басында E2, E4 жүреді, қарсыласымыз E7, E5 жүреді. Осы жерде атты шығарамыз, шабуыл жасаймыз, олар қорғайды. Осы жерде слон шығады. Енді қарсыласымыз слонмен осы жерге шығады. Бұны итальяндық партия деп атайды. Осы жерде танымал итальяндық гроссмейстер Греко деген осыдан бірнеше жыл бұрын өмір сүрген гроссмейстер Греко деп аталады есімі. Сол Греко осы жерде сол замандарда қалай өзінің техникасын қолданды. Осы жерде C2, C3 жүреміз, жаттап алыңыздар. Осы жерге ұрайын деп жүр, центрге дайындалып жатыр. Қарсыласымыз коньмен бұлай ойнаса, бұл үлкен қателік. Бұны қалай дәлелдейміз? Енді қараңыздар, егер атпен қарсыласыңыз осылай жүретін болса, онда атпен бұлай барсаңыз, сіз шабуылды ұйымдастырасыз. Бұл жерде не істейді? D5 ойнай алады, нан жесе, сіздер конь F7-ге жертва беретін вариант бар. F7-ге жейтін, бірақ көп қарсыластар оны ойнауға қорқады. Сол себептен ең жақсырысы бұл жерде рокировка жасау. Білесіздер, екі фигура күштірек, ладья мен пешкеге қарағанда екеуінің бағасы 6-6 болғанмен, фигура ойынның басында әлдеқайда ладья мен пешкеге қарағанда жылдам қимылдайды және әлдеқайда күштірек болады. Екеуі былайынша айтқанда ойынның басында 8 болып есептеледі. Ал пешке мен ладья олар өзгермейді, қала береді. Ойынның аяғы болса, онда бір сәрі ойынның басында фигуралар жылдам қолындайды, сондықтан бұлар күштірек болып есептеледі. Сол себептен осы жерде Греко осындай вариант бар, ферзбен шабуыл жасауға болады. Матқа шабуыл жасаймыз. Енді қаралар қалай қолданады? Егер қаралар ладьясын алып қашып кететін болса, онда біз мына жерге жейміз, корольмен қашады, и танымал шахмат тілінде спёртый мат, бір атпен мат қою тәсілінің техникасын қолданамыз. Осы жерде паузаға басып көріңіздер, екі ходта қалай мат қоюға болады. Ойландыңыздар ма? 1, 2, онда шешімін тапсаңыздар, шешімі былай болады. Ферзді лақтырамыз, береміз. Король жей алмайды, слон қорғап тұр. Бұл жерде атпен жей алады, немесе ладьямен жей алады. Қайсысымен жесе де біз атпен мат қоямыз. Бұны танымал спёртый мат деп атайды. Жесе спёртый мат. Көрдіңіздер. Міне, осылайша біз мат қойып саламыз. Ладьямен қашуға болмайды, мат алады. Сол себептен мына жерден маттан қорғану үшін пешкемен жүргенмен бәрібір мат алады. Сол себептен бұл жерде тек H6 ойнайды. Бұл жалғыз ғана ход. Корольді аман алудың тәсілі. Сонда біз атпен жейміз, слонмен жемейміз, атпен жейміз. Енді қараңыздар. Егер ладьясын бергісі келмей ферзбен қашатын болса, онда біз ашық шах техникасын қолданамыз. Атпен шах деп ферзін ұтып алуға болады. Көріп тұрсыздар. Шах, король қашады, ферзін жейміз. Бірақ біз ферзді жемейміз. Біз мат қоямыз. Оны қалай жасаймыз? Білесіздер, екі фигура бір мезетте шах берген кезде король ешқашан алдын жаба алмайды, оны жей алмайды, тек қашу керек. Мұны двойной шах дейді шахмат тілінде айтқанда. Екі жағынан шах берген кезде, ода король тек қашу керек. Өйткені атын жейін десе слон тұр, слонның алдын жабайын десе ат шах беріп тұр, тек қана қос шаққыдан король қашу керек. Бұл жерде король мына жерге немесе мына жерге қашады, бізге бәрібір. Осы жолда біз ферзбен ферзді айырбастамаймыз, ал қайтадан орнын жабамыз да шах береміз ферзбен. Король қашатын жері тек қана бір-ақ жүріс, алдын жабатын ешкім жоқ.
оны слон қорғап тұр. Сондықтан сол себептен ойлансаңыздар, пауза басып ойлап көріңіздер, қалай мат қоямыз? Аттың көмегімен ферзбен жақындаймыз. Міне осылайынан мат қоямыз. Егер тапсаңыздар дұрыс, тамаша. Енді көрдіңіздер, осындай тәсілдерге барды, пешкімен жүрді, жедік, ферзбен жүрмей, ладьямен жесе, онда слонмен жейсіздер. Осы жерде корольде 1, 2, 3 жүріс бар. Егер король мына жерге жүретін болса, онда орталық пешкіні лақтырамыз. Енді біз слонға шабуыл жасадық, пешкіні тегін беріп тұр. Егер олар жесе, енді қараңыздар, біз слонды тегін жей аламыз. Біз онсыз да ладья аттық. Бір атымызға жаңа біз бір пешкі, бір ладья атып алған болатымыз. Оны шахмат тілінде качество деп атайды. Біз качество 6 теңге ұтып 3 теңге бердік. 6 пешкінің құны тұратын фигураны ұтып алдық. Бір ладья бізде 5 тұрады, пешка 1 тұрады, 6 ұтып алып, атымыз 3 тұрады, бағасы. Шахмат құнын егер білмесеңіздер, менің алғашқы сабақтарымнан көріп алыңыздар, әр фигураның өзінің құны бар. Сол себептен кім ұтып жатыр, кім ұтылып жатыр, құнына байланысты санап біле аламыз. Осы жерде мен тегін қазір құны 3 теңге тұратын фигураны жей аламын. Жоқ, бірақ біз burada жемейміз. Әрине біз корольге матқа барамыз. Слонды бұл жерде лақтырамыз. Енді король, қазір біз слонды алып қалатын болсақ, мысалға бір кез келген ход жасайтын болса, слонды алып қалатын болсақ, біз онда мат болатын арада. Көріп тұрсыздар, корольдің қашатын жері жоқ. Ал егер жесе, онда ферзбен жесек, бізге корольге мат болады. Міне көрдіңіздер, осындай керемет матты қоюға болады. Осы жерде ладьямен жеген кезде, егер короліміз f8-ге қашатын болса, онда сіздер орын босату тәсілін қолданамыз. Екеуінің орны ауысатын болса, онда мат болар еді. Ферзь слонның орнына тұрып, слон ферздің орнына тұрса, бұл жерде мат болады. Сол себептен біз сол техникаға бару үшін слонды артқа айып қайтамыз, біз матқа шабуыл жасаймыз. Мына жерге мат қойғымыз келіп тұр. Мысалға бір кез келген қате жүріс жүрсе, онда біз былайдан мат қояды екенбіз. Енді бұл жерде ферзбен қорғанады, мат қойдырмау үшін айырбас бізге керек емес, сондықтан біз шах береміз, осылай артқа қашып. Осы кезде қарап отырсаңыздар, корольді құтқару өте қиын. Ферзбен жапса мат алады, оны білесіздер, өйткені слон көмектесіздер. Ал ферзбен жаппаса король қаша алмайды, бұл жерде амалы жоқ, атпен жабады. Сонда біз жеп аламыз атын. Ары қарай король ортаға қашады. Ары қарай көрсетудің бұл жерде негізі жоқ деп ойлаймын. Себебі уже ақтарда қарап отырсаңыздар, бір ладья артық, бір пешка артық, онымен қатар 6 теңге артық, король ортада, жағдай өте қиын. Ары қарай өздеріңіздің білімдеріңізбен, деңгейлеріңізбен жеңіл ұтуға болады. Міне, ағайын, көрсетейін дегенім осы вариантты көрсетейін дегенмін. Енді бұл жерде егер танымал итальяндық партия, бұл жерде Греконың нағыз өнерін көрсеткен жері осы жер. Міне қараңыздар, атпен алдыға шығады, менің пешкімен шабуыл жасайды. Біз бұл жерде рокировка жасаудың қажет жоқ, бірақ алтын ереже бойынша негізі 7 немесе 9 ходқа дейін рокировка жасау керек. Бірақ бұл жерде Греко осындай тамаша ойынын көрсетті, орталыққа бұзды. Осы жерде қызық жері, егер слон артқа қашатын болса, алмай. Қараңыздар, өте маңызды. Пешкімен жейсіздер, ат артқа қашса, онда жағдай өте қиын болады. Біріншіден пешкісін тегін берді, екіншіден артқа қашса ход жоғалтады, аттың проблемасы. Егер ат аш бетқа қашатын болса, онда ұстап алуға болады атын пешкі арқылы. Сондықтан ең жақсы ход burada пешкіні жеу. Енді қарап отырсаңыздар, олар мына жерге бізге вилка қойғысы келіп тұр, слон көмектесіп тұр. Бірақ бұл жерде рокировка жасап, оларда рокировка жасаса, қашып кететін мүмкіндіктері пайда болады. Сол себептен ферзді d5-ге жүреміз. Бұны шахмат түрінде алдында үйреткем сіздерге, қос шабуыл деп атайды, орыс тілімен айтқанда двойной удар. Енді қызықты қараңыздар. Ферзь матқа шабуыл жасады, ферзь атқа шабуыл жасады. Атты құтқару мүмкін емес. Егер атымен жейтін болса, онда жай мат алады. Ал маттан құтқару үшін олар көмекке шақыру керек, немесе король қашу керек. Рокировка жасаса, онда атты жейміз. Жай жей саламыз. А егер ферзбен қорғаса, онда да атты жей саламыз. Сол себептен көрдіңіздер,
слонмен қашуға болмайды екен. Сол себептен burada қарсыластарының күшті ход есебінде жейді, бізге шах береді. Осы жерде Греконың ең танымал әдісі бұл атпен жабу тәсілі. Орталық пешкіні тастап кетеді. Қарсыласымыз жейді, рокировка жасаймыз. Біз бір пешкіні тегін беріп тұрық. Енді рокировка жасап, оларда уақыт жоқ, өйткені біз атын жейін деп тұрық. Атпен жейді, біз жейміз. Қараңыздар. Енді слонмен қашатын болса, тағы шаққа түседі, шабуылға түседі, мынандай шабуылға түседі, бағанағы ферзь кіретін білесіздер. Сол себептен burada қашатын уақыты жоқ. Олар екінші пешкіні жейді. Осы жерде ферзь b3 ойнап, Греко өзінің осындай керемет тактикалық ходтарын мен әлемді таңғалдырған. Бұлар не істейді? Біз слонын тегін жейін деп тұрық, слон артқа қашатын болса, біз сол ісімізді жүзеге асырамыз. Біздің мақсатымыз мына жерді алу, ладьяны беру. Сондықтан ладьямен қашқанмен оған ешқандай мағына жоқ. Сол себептен барынша олар ладьяны жейді. Біз шах береміз. Корольмен алдыға қашуға болмайды, оны білесіздер. Егер ойланып көрсеңіздер, шахматта сквозной удар деген тәсіл бар. Екеуі бір жолдың бойында тұрған желіру тәсілі дейді. Бір жолдың бойында тұрғанда сол түзу жүретін фигурамен шабуылдың, удардың, соққының тәсілін қолданамыз. Ладья мен ферзь бұны диагональ бағыт деп атайды. Сондықтан слонмен шах берсеңіздер, бір жерде ферзін тегін ұтып алуға болады. Сол себептен король қашады. Греко осы жерде ешқандай қорықпай шабуыл жасады ферзьге. Ферзьдің қашатын ешқандай мүмкіндігі жоқ, жей алмайды, ат қорғап тұр. Сол себептен атпен жабады. Осы жерде екі керемет тәсіл бар. Бірінші ладьямен e1-ге қойсаңыздар, уже біз жерде ферзьді құтқару мүмкін емес. Кез келген жүріске атын жеп, ферзь жейді, ладьямен жейміз, ферзьін ұтып аламыз, ары қарай жеңіске жетуге болады. Сол себептен бұл жақсы тәсіл, бірақ Греко ол осы жерде конь e5 ходын жүрісін жасап, барлығын таңғалдырды. Қарсылас бұл жерде аты өте қауіпті, сол себептен атына шабуыл жасайды. Көп жағдайда бұл жерде Греконың ешқандай қашатын ойы жоқ. Бұның атпен келген ойын енді түсінетін боласыздар. Осы жерде Греко атты нешін шақырғаны белгілі болды. Слонмен жол ашады, слонды да береді, атты да береді. Бірақ қайсысын жесеңіз де сіз үлгере алмайсыз, өйткені мат аласыз. Сіз слонды жесең, аттың көмегімен мат аласыз. Атты жесеңіз, слонның көмегімен мат аласыз. Сол себептен бұл жерде маттан құтылу үшін бір-ақ тәсіл бар. Ойлансаңыздар, қаралармен ол әрине слонның шыққанымен, ферзьдің шыққанымен ешкім көмек бере алмайды корольге. Тек қана d5 жүреді. Қарсылас осылай жасады. Греко корольдің ашық тұрған линиясын қолдана отырып ферзьбен шах берді. Король қашса, білесіздер, мат алады. Сол себептен ең жақсы қорғаныс олар слонмен жабу тәсілі. Онда слонды аламыз, атпен жеуге болмайды, ферзінен айырылады. Бұл жерде құтқару корольді өте қиын. Сол себептен олар слонмен атын құртам деген оймен, үлгірем деген оймен жеу мүмкін. Сол себептен бұл жерде жай ғана шах береміз. Слонмен король қашады, ферзьбен f7-ге мат береміз. Ал бұндай маттардан құтылу өте қиын. Король жалғыз, бізде үш жеңіл фигура, ферзь шабуылда болған кезде ол өте ауыр шабуыл. Сол себептен бұл жерде корольді құтқара алады. Әрине ферзін беретін болса, онда ойын бәрібір мейлінше тез аяқталады. Сол себептен бұл жерде құтқару корольді. Егер король мына жерге қашатын болса, онда ферзь мына жерге мат қояды, білесіздер. Оған өзіміздің слонымыз кедергі жасап тұр. Шахматта темп деп аталады. Корольге барынша, қарсыласымызға барынша ход жүріс бермеуге тырысуымыз керек. Бір ходтың өзін жай бермеуге тырысу керек. Сол себептен біз жай жүретін болсақ, олардың ладьясы көмекке келіп, бізге мат қойдырмай тастайды. Сол себептен слонды лақтырамыз шах арқылы. Қалай жесе де, пешкімен немесе атпен f7 нүктесіне ойлаған нүктемізге жетеміз де мат қоямыз. Міне көріп отырсыздар. Осындай өзінің тамаша ойынымен итальяндық гроссмейстер кезінде талай ойыншыларды таңғалдырып, өзінің тактикалық, өзінің идеялық үлкен ойларымен осындай керемет қарсыласты
тізесінен бүктірген екен. Ал ағайын, осы видео сіздерге ұнаса лайк басып кетіңіздер. Ойларыңыз болса, ұсыныстарыңыз болса комментке жазып кетіңіздер. Ең бастысы, жаңадан көріп отырсаңыз каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Қазақ тілді каналды қолдап, ағайын, мен ары қарай сіздерге осындай қызықты, тактикалық, әлемнің ең күшті ойыншыларының ойындарын көрсетіп, анализ жасап бірге дамиық. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болайық.